Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Сұрақ, бидат деген не? Бидат деген дінге жаңалық енгізу деген мағынаны білдіреді. Ислам шариғаты бойынша бидат екіге бөлінеді. Жақсы бидат және жаман бидат. Имам Шафиғи бидатқа қатысты былай деп айтады: егер Құран хадиске, ижмаққа, қиясқа қайшы келетін, жалпы ислам дінінің негізіне қайшы келетін әрекеттер, бұлар жаман бидат деп балаған. Бұл жаман бидат шариғатта тыйым салынған, құпталмаған амалдардан. Екінші бидаттың түрі бар, ол жақсы бидат. Ол Құран хадиске қайшы келмейтін, және сонымен қатар қоғамда жақсы үрдіске айналған амалдар болса, оны шариғатта жақсы бидат деп атайды. Бұл шариғатқа теріс болып есептелмейді.